Сәлем достар, бүгін біз өте дәмді, жұмсақ болып шығатын қуырылған бәліштер дайындаймыз. Видеоны соңына дейін көріңіздер. Ең алдымен ыдысқа ашытқы мен қантты салып, жақсылап араластырып аламыз. Сосын оның үстіне жылы суымызды құйып, тағы да араластырып аламыз. Сосын үстіне ұнды қосып, венчиктің көмегімен араластырып аламыз. Апарамызды көтерілгенге шейін жауып қоямыз. Көтерілген апарамызды ашып, үстіне сұйық май мен тұзды қосып, араластырамыз. Енді сұйық массамыздың үстіне електен өткізілген ұнды қосып, қамыр илейміз. Қамырымыз тым қатты, тым жұмсақ болмауы керек, орташа қамыр болуы керек. Дайын қамырымыздың үстін көтерілгенше жылы жерге қойып қоямыз. Енді салмасын дайындаймыз. Салмасына мен піскен картоппен пияз, тұз, бұрышты қосып араластырып ездім. Салмасын әртүрлі қылуға болады. Мысалы, еттен жасауға болады, орамжапырақпен жасауға болады. Маған картоппен ұнайды. Енді көтерілген қамырымызды алып, бірнеше бөліктерге бөлеміз. Бірнеше бөліктерге бөлген соң, әр қамырымызды домалақтап шығамыз. Маған кішкентай пирожки ұнайды. Сол үшін мен кішкентай бөліктерге бөлдім. Сіздерге үлкен пирожки ұнаса, үлкен қылып қамырды алуға болады. Енді әр домалақтанған шариктерімізді алып, пирожки жасай береміз. Пирожкидің формаларын да өздеріңіз қалауларыңыз бойынша жасауға болады. Бұл пирожкиді пеште де пісіруге болады, мен қуырып істедім. Пирожкилердің формасын өздеріңіз қалауыңызша жасауға болады. Видеодағыдай жасасаңыздар өте әдемі, сүйкімді болып көрінеді. Бұл пирожкилерімізді қатты отта қызып тұрған майға салып, екі жағын қызарғанша пісіреміз. Қарап тұруларыңыз керек, өйткені біздің пирожкилеріміз тез-тез піседі. Бұл пирожкилерді міндетті түрде жасап көріңіздер, өте дәмді болып шығады, біздің үйдегілердің барлығына ұнайды. Және де бұл құраммен өте көп пирожки шығады, міндетті түрде жасап көріңіздер. Сіздермен болған Раушан.